Ассалаумағалейкум, менің құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Мына тауықтарымыз, тауық қорада кішкене аз-маз өзгерістер болып жатыр. Мінекей, мына жерде тұрған заттардың бәрін өзгерттік. Сіздермен бүгін бір тәжірибе жөнінде бөлісейін деп. Тауықтарымыз осы. Мына жаққа көшірдік. Кардонды осылай салып қойдық. Негізі бұл кардон мынаның үстінде тұрды, былайынан тұрды. Сосын мына лампочка мынаның ішіне тұрды. Мына сырып қойған болатын. Одан кейін мына тауықтар деген бәрі үстіне мініп, мына кардонның ар жағында ұстайтындым жоқ. Ана екі ағаш қой, тек анау арғатай түскеннен кейін уже мына лампочка да түсіп кеткен, жерге қарата жерге түскен. Таңертең келсем, мынаның ішіне жерге түсіп кеткен барлығы. Іші бықсып жатыр, құттай қалды, тауық қараң іші өртеніп кетуге. Түскен жердегі опилка қызған, кардон қызған. Содан кейін мынандай ішіне не тастап қойдым. Көстеме жер қойып қойдым, міне. Мына жәлөз өртенген. Мына лампочка тиіп кеткен, міне. Жәлөз өртенген, мына жәлөз қызған. Осылар қызып, тауық қора өртеніп кетуі шығып қалды. Уақытында келіп, әйтеуір светін өшіріп, бәрін айырдым. Айтайын дегенім, мына лампочканы жерге көп жақындатпаңыздар. Мына қызыл лампочканы осындай биіктікте тұрған жақсы. Мынандай ағаштың астындағыдай биіктікте керек емес жақындату. Көрші ауысып қалған жандарына бұл дейтін. Осылай тек жоғарыдан бір 50 сантиметр түсті болды. Бұлай оны төменгі қарай жақындатып оларыңыз керек. Әйтпесе тауық қораларыңыз өртеніп кетуі мүмкін. Мұнда бізде екі брамы тв жұмыртқа туып тұр. Тауықтар осы. Индеоткілер осы. Өздері бір қалыпты. Мынандай ракушник тастаймын. Килограмм сатып алып көрді. Мынаны кальций жетіспеген тауықтар, әтіштер болса өздері жейді. Осы тауықтарым. Сондай случай болды бүгін. Сосын тауық қорада кішкене аз-маз өзгерістер болды. Көріп отқандарыңыздай мінекей. Осы енді бөліп тастадық. Енді бұйыртса енді бүгін или ертең инкубатор келу керек Ақтөбе қаласынан. Сол инкубаторды алып келгеннен кейін сол инкубатор жөнінде видео түсіретін боламын. Алла бұйыртса. Мен негізі ойлағанмын, тауық алам ба или инкубатор алам ба деп. Көптеген адамдармен ақылдастым, көптеген группада, өзіміздің группада балдармен де ақылдасып, біреу тауық ал дейді, біреу инкубатор ал дейді. Бір шешімге келіп, сол инкубатор алатын болып шештім. Енді ертең инкубатор келіп жатса, сіздерге видеоға түсіріп, кімнен алдым, қалай алдым, қаншаға алдым, соның барлығы сіздерге жазатын боламын. Ертең алып келген нөмерім бәрін төменге қалдырам. Содан білесіздер, Ақтөбе қаласынан алдыртып жатырмын. Ақтөбе қаласынан барлық облыстарға, аудандарға қазпочтамен салып жібереді. Такси осы жақын жерлер болса таксимен де салып жібереді. Пойызбен де салып жібереді. Тек тастапқысын өздеріңіз сөйлейсіздер. Сол жөнінде алла бұйыртса ертең видеоға түсіретін боламын. Әзірге тауықтарымыз осы. Мінекей. Бір тауығым мынадан шығып, ана жоғарыдан астарынан шығып, ар жағына туып жүр екен. Сол мына тауық сияқты, мына қара тауық келген сайын шығып жүреді. Бүгін екінші рет сол жаққа жұмыртқа туған. Қызғанып туып жүр екен жұмыртқасын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Басқысы келіп жүр деген әдет пе, или просто тауықтардан қызғанып жүрген бе екен? Сол себепті мен енді жұмыртқа туатындарын бер жақтарын матамен жауып қойым керек. Ішіне өздері кіріп туатындай қылып. Әйтпесе бұлар бір-біріне қызғанып жүрген сияқты жұмыртқаларын. Сол айтайын дегенім, тауықтарымыз осы. Көбі сұрайды, қандай витамин бересіңдер деп. Витамин енді пока тоқтаттым беруді.
демалтып жатырмын. Тауықтарға үйден шыққан андай мындай жемдерді беріп жатырмын. Зерно еместі берем, былай суға араластырып беріп жатырмын, суға араластырмай да беріп жатырмын. Күннен күнге былай енді өзгертіп келе жатырмын. Әйтпесе бұлар бірнеге үйреніп кеткендер жаман. Сол себепті барлығын бүгін суға ессем, ертең суға езбей берем. Солай жайлап бұларды үйретіп алам. Алдағы уақытта сөйтіп бергенде де өзімізге жақсы болады. Мен жоқ кезде үйдегілер басқаша береді. Мен бар кезде мен басқаша берем. Сол сияқты соған үйреткен дұрыс болады. Әзірге осы тауықтарымыз. Енді алла бұйыртса, ертең инкубатор келіп жатса, сіздерге видеоға түсіріп бөлісетін болам. Индоуттер осы, міне. Ана индоутка ақбілгендей емес, кішкене жақсы. Ақбілген үсті бәрі шылық қуатыр, кішкене таза болып үсті тазарып жатыр. Индоутлерім 6 айлық. Ұқсай ма, ұқсамай ма білмеймін, ұрғашылары. Ұрғашылар 6 айлықта, ана еркегі сентябрьде шыққан балапан. Бұлар июльде ма шыққан бұл балапанды ұрғашылары. Ақпен мына қоңырдың қанатын кесіп тастаған. Жаңа шығып отыр қанаттары. Мына астында бер жағында қара ақта, оның қанатын кескен жоқпын. Ол алғаннан солай өзі. Солай шығып жатыр. Енді бұйыртса, сол инкубатор алып қоятын. Матрица Дели дейтін инкубатор алдыртып атын Ақтөбе қаласынан. Бұйыртса шыққаннан кейін көреміз. Алып келіп қарап сіздерге видеоға түсіріп көрсететін болам. Алла бұйыртса. Әзірге осы. Жақсы сау болыңыздар. Каналдан алыстамаңыздар. Мана айтайын дегенім, мана бетін жауып қояйын деп жатқаным. Мына жатқан тауықты көріп тұрсыздар ғой. Мына ақ тауықты тұрғызып жіберді. Солай, мана любой тауық жатса, ана жерге жұмыртқа туатында, ана қара ақ тауық барып шұқып тұрғызып жібереді. Ал анаған бар жатса, одан шығады да, жатқан анада жатса тауық, анадан шығады да, анаған бар, ананы тұрғызып жібереді. Сол себепті анан беттерін бітеп тастаймын, бетіп. Олар бір-бірін көрмеу үшін, қызғанбай жұмыртқа туу үшін. Әзірге осы. Жақсы сау болыңыздар. Тағы да мына брамаларымыз осы. Жұмыртқалар ақ. Күн ара туады, күнде туады.